ЭЦП кілт алу үшін міндетті түрде соңға бару керек деп ойлайсың ба? Қате. Егер де болсаң, оны қашықтан 5 минуттағы ашып аласың. Ешқандай кезек, ешқандай уақыт жоғалту жоқ. Ал егер де емес болсаң, мысалы, жолдасың және өте срочно ЭЦП керек болса, ойымдама, ондай да шешім бар. Басқа адам арқылы да удаленно ашып алуға болады. Ол үшін Егов порталы арқылы кіреді, барлық мәліметтерді толтырады, ал растау кезеңіне сен өз телефоның арқылы қосыласың. Ең маңызды фишка ол QR-код. Экрандағы QR-кодты сканерлейсің де 1 секундта растау өтеді. Осымен ЭЦП кілтің дайын. Қай жерде болсаң да бәрін толықтай қашықтықтан жасай аласың. Осындай пайдалы лайфхактар керек болса, сақтап қой да жазылып қой. Мысалы, мен бұл жерде қазір Егов порталы арқылы ашуға қалай ашу керек екенін көрсетемін. Мына жерде өзіңіздің данныйларыңызды, яғни телефон, иін бәрін толтырасыз, жазасыз. Одан кейін сізге қазір смс-код келеді. Соны подтверждение жасау керек. Мына иін тағы жазып, телефон номерді жазасыз. Және получить код бассаңыз, сізге 1-2 секундта уже номерға код келеді. Және де мына жерде, егер сіз удаленно біреуге ашып беріп жатсаңыз, алдымен ноутбукта камераны өшіріп қоясыз да, осындай. Егер алдымен камераны өшірген болсаңыз, осындай QR шығады. Одан кейін телефоныңызға осындай QR-бот программасын жазып аласыз. Мына шыққан QR-ды сканерлеп және ашып жатқан адамға WhatsApp-ына жібересіз. Ол ссылка болып барады WhatsApp-ына. Яғни сіз удаленно ашып жатсыз. Немесе удаленно болмаса да өзіңіз жаныңызда тұрса да, осы ыңғайлы, чем камераға қарап, ноутбукта қазір камералар онша емес қой, сондықтан телефонның камерасымен тез ашылады. Сосын ол кісінің WhatsApp-ын ашады. Және көріп тұрғандарыңыздай ссылка болып келеді. Сол ссылканы басқаннан кейін автоматом сіздерді жаңағы видео проверкаға қосады. Видео проверкасын өтіп болғаннан кейін осылай жазу шықса, яғни уже ноутбукта мына бәрі тұрады, разрешить басып, ары қарай уже барлық жаңағы подписать ететін подписать етіп, қол қоятын жерде қол қойып деген сияқты паролін жазып солай аша бересіздер.